Сәлеметсіздер ме? Мен Ақтөбе жоғары политехникалық колледжінде технологиялық мамандықтар бөлімінде арнайы пән оқытушысы болып қызмет етемін. Есімім Ерімбетова Майра Обайдуллаевна. Мұнай және газды өңдеу технологиясы мамандығы бойынша КМ05 сорғыларға техникалық қызмет көрсету және өңдеу модулі мен оқу практикасы бойынша бүгінгі сабақтың тақырыбы ортадан тепкіш сорапты жөндеуге дайындау. Сабақтың мақсатына келсек, студенттердің өткен тақырыптар бойынша алған білімдерін тексере отырып, ортадан тепкіш сорғыны жөндеуге дайындаудың алгоритмін құрумен таныстыру және білімдерін беру. Ортадан тепкіш сорғыларды жөндеу жұмысына дайындар алдында құбырлардан ажыратамыз. Айдалатын өнімнің қалдықтарына міндетті түрде босатамыз. Содан кейін сорғыны жуып, булану жұмыстарын жүргіземіз. Электр қозғалтқышын тоқтан ажыратып, оған ескерту тақтайшасы ілінуі қажет. Ескерту тақтайшасында іске қосуға болмайды, адамдар жұмыс жасап жатыр деген сөздер жазылуы керек. Ақауды анықтар алдында сорғылардың бөлшектері мен тораптары кір, лас заттардан және өнім қалдықтарынан мұқият тазартылып, жуылады. Мынау алдарыңыздағы суретте электр қозғалтқышына ілінетін ескерту тақтайшасы бейнеленген. Көріп тұрсыздар, іске қосылуға болмайды, адамдар жұмыс жасап жатыр деп ілінуі тұр, жазылуы тұр. Енді алдымен сорғыны жөндеу жұмыстарының графигі құрылады. Міндетті түрде ол график цех ішінде ілулі тұрады. Машинный зал дейміз ғой, жаңағы сораптар тұратын машиналар бөлмесінде мұна график міндетті түрде оператордың жұмыс жасайтын үстелінің қасында ілулі тұрады. Енді сорғының жұмысы кезінде жөндеу жұмыстарын жүргізуге рұқсат етілмейді. Сорғыны жөндеуге тоқтату және оны бөлшектеу қондырғы бастығының рұқсатымен және жөндеу жұмыстарын жүргізуге наряд рұқсат берілгеннен кейін ғана жүргізілуі тиіс. Сорғыны жөндеуге тоқтату алдында айдау құбырындағы ысырманы жабу керек және сорғының корпусындағы қысымның жоқтығына көз жеткізгеннен кейін айдау құбырындағы ысырманы жабамыз. Сорғы өнім құбырларынан бітеуішпен ажыратылуы керек. Сорғыны жөндеуге тапсыру үшін сорғыны пайдаланған мекеме арнайы мамандандырылған жөндеу мекемесіне қабылдау тапсыру актісі бойынша тапсырады. Қабылдау тапсыру актісінің форм пішіні қандай екені алдарыңызда көрсетіліп тұр. Акт сдачи агрегата в ремонт, центробежный насос деп жазылып тұр. Яғни ортадан тепкіш сорапты жөндеуге тапсыру актісі. Дефектлер ведомысы, яғни ақаулар ведомысы. Және бұл ведомыстың астыңғы жағында міндетті түрде жөндеу жұмыстарын жүргізуге және оны қабылдауға тиісті адамдардың қолы қойылады. НК типті орталық насос консольды сорапты орталықтан тепкіш сорғыны бөлшектеу тәртібі алдарыңызда мінеки көрсетіліп тұр. Бұл жұмысты қалай жасау керек? Бірінші, қорғау қоршауын алып тастаймыз. Қосқыш муфтаны ажыратып, оны аламыз, бөліп. Сальникті немесе бүйірлі тығыздағышты демонтаждаймыз, яғни тарқатамыз. Сорғының қақпағын бекіту гайкаларын соңғы корпусына бұрау, подшипниктің корпусымен және ротормен жиынтықта сорғының қақпағын аламыз. Гайканы бұрап, жұмыс дөңгелегін шешеміз. Мойын тіректің корпусын, яғни подшипниктің корпусын сорғы қақпағынан ажыратамыз. Қорғаныш гильзасын және подшипниктердің қақпағын біліктен шешіп аламыз. Мойын тіректерді біліктен бөліп түсіреміз. Сорғыны бөлшектеу және жинау кезінде балға және басқа да металл заттармен сорғының бөлшектерін соғуға үзілді-кесілді тыйым салынады. Себебі ұшқын балғамен және басқа металл заттармен ұру кезінде ұшқын шашырап айналаға өрт шығып кету қаупі туындайды.
Енді мынау бейне суретте алдарыңызда сорғыны қорғаудың қалай қоршалғаны. Мына біздер сіздермен білеміз, сорғының айналмалы бөлшектері міндетті түрде осындай қоршаумен жабылуы қажет. Мына жаңағы айтқан жалғастырушы муфтаны машинист қалай бөліп алуы керек. Сол сурет түрінде көрсету өлтір сіздерге. Мынау бөлшектеп алынғаннан кейінгі жұмысшы доңғалақтың бейнесі. Енді ортадан тепкіш сорғы бөлшектерінің ақауын анықтау, яғни дефектация жұмысы қалай жүргізіледі, қандай тәртіппенен, соған тоқталып кетсек. Олар бірнеше ережеден тұрады. Соны сіздер мен біздер біліп алайық. Сорғы корпусын және корпустық бөлшектердің ақауын табу кезінде мынадай жұмыстар орындалады. Ультрадыбыстық әдіспен қабырғалардың қалыңдығын өлшеп және жарықты тексереміз. Отырғызу орындарын қалпына келтіріп, және мойын тіректер корпустарының А және Б тірек беттеулерінің ақауларын жоямыз. Күрделі жөндеу кезінде корпусты деңгеймен тексереміз. Мына суретте тербеліс мойын тірегінің корпусы, яғни подшипник корпусы мына алдарыңызда тұрған, мына соның А және Б тірек беттерінің орналасуы схема түрінде көрсетілген. Мынау А, мынау мінеке бір тірек беті, мынау екінші тірек беті. Екеуінің арасында подшипниктің орналасуы көрсетілген. Жоғары болса, диаметрі 100 мм құбырлар үшін қалыңдық 0,3 мм-ге барады. Саңылаудың ең жоғары рұқсат етілген шамасы номиналды саңылаудың 2 еселенген мөлшерінен аспауы қажет. Корпустың тығыздағыш сақиналары, сатылы тығыздағыштар, орташа және аралық тілектердің жапсырмалары көлденең ажыратқышы бар сорғыларда сырғу қондыру бойынша немесе жүру қондыру бойынша, ал шеткі ажыратқышы бар корпустарда тығыз қондыру бойынша орнатылады. Ақауды табу кезінде берілген отырғызуларды қамтамасыз етпейтін жарықтары, сынықтары және өлшемдері бар корпустардың тығыздағыш бөлшектері жарамсыз етіп жіберіледі. Сорғылардың корпустарын гидравликалық сынау мынадай жағдайларда сумен жүргізіледі. Қабырғаның қалыңдығы шеткі рұқсат етілетін шамаға жақын болған кезде, дәнекерлеуді қолдана отырып жөндеу кезінде, беріктікке және тығыздыққа гидравликалық сынау қысымы 1,5 көбейтілген сынама қысымына тең болған кезде. Мұнда сынама қысымы дейміз, сорғы корпусындағы шартты қысымды айтамыз. Сынау уақыты 30 минуттан кем болмауға тиіс. Салқындату қуысы беріктікке және тығыздыққа 5 кг қысыммен сыналады. Тығыздағыш қосылыстардың герметикалығын сынау 1 мегапаскаль қысыммен сальникті тығыздағышты бар сорғылар үшін және 2,5 мегапаскаль қысыммен бүйірлік тығыздағыштары бар сорғылар үшін жүргізіледі. Енді осы айтылған жаңағы біздің бейне сабағымызда айтылған ортадан тепкіш сорғыларды жөндеуге дайындау жұмыстарын мына көрсетілген бейне материал, мына сілтеме бойынша көрсетілген бейне материалдан қарауға болады.